көрермендер, бүгін мен жастарға бірдеңе айтқым келіп тұр. Себебі көп тамақ істегенде, сорпа істегенде қайнатпа сорпа деген болады. Қуырылмай жасалатын, ол денсаулыққа өте пайдалы. Сондай сорпаларды жасаған кезде сорпаны әдемілеп, жаңағыдай етті суға салады да, көп ұн алып болғаннан кейін, 1 сағат қайнағаннан кейін әдемілеп сорпаны тазалап алу керек. Сосын сол сорпаны тазалау процесін бүгін көрсеткім келіп тұр. Міне бірінші етті суға салып, тұзын салдық. Енді қазір қайнап шыққаннан кейін көбігін 2 рет аламыз дағы. 1 сағаттан кейін, қайнағаннан кейін 1 сағаттан кейін жаңа сорпаны тазалап алу процесі басталады. Соны мен сізге бүгін көрсеткім келіп тұр. Арнайы көбісі сорпаны тазаламай қуырып жасай береді. Қуырған тамақты қазір көбісі ұната бермейді. Себебі асқазан ауырады, анау жастардың да қазір көбісі қуырта алмайтын бірдеңелер бар. Сондықтан қайнатып жасалған сорпа ағзаға өте пайдалы. Сондықтан осы сорпаны тазалап алып, сонан кейін барып қандай сорпа жасауымыз керек, сонан кейін айта жатарсыз. Бағана салғанбыз. Еттің қайнағанына 1,5 сағаттай уақыт өтті. Бұны енді сорпаның қалай тазалау екенін айтуым керек мен сіздерге. Жас келіндердің көбісі сорпаны тазаламай, соның ішіне салаттағы етті, соның ішіне қамыр салаттағы тамағын істей береді. Оның ішінде мені көрдіңіздер ме, сүйек саяқ болуы мүмкін, майда сүйектері болуы мүмкін. Сондықтан сорпаны тазалау әдісін ерекше көрсеткім келіп тұр. Міне, енді жанына қазан қойып аласыз дағы, әдемілеп неден өткізіп аласыз сорпаның барлығын. Сорпаңыз өте таза болады. Әдемі нәзік сорпа болады. Сонда сорпа ішіп отырса да, қамыр жеп отырса да, ет жеп отырса да, барлық адамдар ішінде сүйегі болмайтынына, ішінде мойқыжығы қиқымдары болмайтынына көз жеткізу керек. Қазір мен көрсетем, қазанның астында ет салынғаннан кейін анау нәрселер болуы мүмкін, таза емес. Сондықтан соның барлығын тазалап алу керек. Қазір сізге көрсетейін. Қазанның асты. Көрдіңіз ба, мына сүйектері бар. Мына сүйектері бар, көрдіңіз ба, осы сүйектің бәрінен арылу керек. Қазір қайтадан саламыз. Міне жаңа сорпамыз тазалап, қазанымызды әдемі тап-таза қылып жуып алдық. Енді ешқандай сүйек те жоқ ішінде, қалдық та жоқ ішінде. Енді мына етіміз әдемілеп мынаның ішінен алдық. Мына сүйектерді көрдіңіз бе, майда сүйектердің барлығы шықты. Етімізден қайтадан саламыз. Енді осы сорпа тазалау барысында, егер қамыр салатын болсаңыз, мына сүйектеріңізді, бас сүйектердің бәрін ішіне салып, қамырын сала берсеңіз болады. Бірақ біз жаңағы сорпа тазалау несін көрсетіп алайын дедім. Міне сорпаны осыдан кейін, осы сорпада борщ істесеңіз де болады, дәл осылай тазалап алып. Ана суптардың қайнатпа сорпалардың барын істесеңіз де болады. Май жоқ деп айтамайсыз, себебі ана сүйектің майдары шығады бетіне, маңызға шығады, сондай дәмді сорпа болып тұр. Бұған енді солянка, басқа сорпалардың бар, картоп сорпасын, кез келген сорпаны осылай тазалап аласыз. Бірінші қайнатпа сорпаны, содан кейін барып сорпа жасай бересіздер. Міне осы әдісті көріп